Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Осы видеоның алдында ғана тағы бір бук трейлер сіздерге қарай жол тартқан еді. Бірақ оның стилі басқа, ойынға сүйей отырып түсірілген. Алайда маңызсыз емес. Түйсігіңізге салмақты ой түймелетеді. Пайдалы парақшамның сізде пайдасына жарыңыз. Ол үшін лайк басып, пікір жазудан тартынып қалмаңыз. Назарларыңызға Мұхтар Мағауиннің Шақан шері шығармасы бойынша тағы бір бук трейлерді ұсынбақпын. Сенің кітап оқуға қызығушылығың жоқ па? Өзге романдардан сюжеттерден жалықтың ба? Ендеше сен бұл кітапты оқып көрмепсің. Мұхтар Мағауиннің 1993 жылы жарық көрген ерекше сюжеттегі романы. Қандай кектің салмағы екі елін түгел жалмады. Табиғи заңдылыққа қарсы келген Шақанның шын мәнінде кінәсі неде? Бірінен көрген кінәсін біріне артқан кінә жолбарыста ма? Шақанды ел жұрттан айырып, кең далаға қуған жолбарыс па, адам ба? Егер бұл сұрақтардың жауабы қызық болса, кітапты бірге оқиық. Оқушыларымның еңбегін бағалап, пікір қалдырып, лайк басыңыз оқырман. Келесі видеода тағы да бір бук трейлердің үлгісін ұсынбақпын. Сау болыңыздар!